8 айтыматтық лицейінің даярлық асынып оқушысы Бекзатұлы Арсенмін. Бүгінгі ғылыми жобамдың тақырыбы қолдан сабын жасау. Менің жетекшім Абылаканова Балындыр апай. Бұрынғы кездерде сабынды тек қолға керек үшін жасалған. Қазіргі кезде сабын бизнес көзіне айналған. Мынау сабындың негізгісі. Сабындың негізгісінен 100 грамм алып, 100 грамм сабынды жасау үшін 100 грамм сабындың негізгісін алып, осындай қалыпқа құямыз. Сосын осындай аромат иістермен мынандай түрлі түстерді қосамыз. Сосын сабынды мынандай түрі шығады. Бұл тойбастарға арналған сабын. Анам екеуміз тойбастарға жасадық. Тойбастарға сыйлық қылып беріп, осыны ақша қыламыз. Қолын жумайтын балдарға осындай лапка тәріздес сабынды жасап береміз, сыйлыққа береміз. Алып көрсетіп жіберемін. Мынандай түрін. Тамаша. Мынау сабындан жасалған гүл. Бұның басқа гүлдермен айырмашылығы өте көп. Және басқа гүлдерге ұқсамайды. Және ұзақ күнге шыдап тұрады да жұпар иістерін шашып тұрады. Және бұны әжеміз бен аналарымызға сыйлыққа беруге болады. Мерекелерінде, анамыздың мерекелерінде, туған күндерінде сыйлыққа жасап беруге болады. Осымен назарларыңызға рахмет.